Сәлеметсіңдер ме балалар, 3-ші сынып қазақ тілі пәні 53-ші сабақ. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы баяндауыш. 9-шы жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Ол үшін алдымен керегелер шеңберлене керіліп, бір-біріне таңғышпен біріктіріп байланады. Содан кейін есік орнатылады. Керілген керегені айнала басқұр тартылады. Бұдан соң үйдің тура ортасында тұрған қолында бақаны бар қарулы жігіт шаңырақты жоғары көтереді. Көтерілген шаңыраққа айнала оқ шаншылып, оның екінші басы керегеге байланады. Оған киіз жабылып, үстінен арқанмен бастыра тартып байланғанда ғана киіз үй тігіліп болды деп есептеледі. Бұл кім? Бұл не кітабынан алынған екен? Ал мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Мәтіннен өзің бұрын естімеген жаңа сөздерді тап. Тапқан сөздеріңнің мағынасын сөздіктен біліп ал. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Олар сөйлемнің қай мүшесіне қатысады? Енді осы сұрақтарға жауап берейік. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар: киіз үй қандай жерге тігілетін болған? Киіз үй қандай реттілікпен құралған? Көтерілген шаңыраққа нелер шаншылып, екінші басы керегеге байланады? Мәтіндегі жаңа сөздер және оның мағынасы. Жаңа сөздер басқұр және бақан. Басқұр сөзінің мағынасы киіз үйдің ішін безендіру үшін әр оқ пен керегенің түйіскен жерін сыртынан бастырып таңатын өрнекті жалпақ құр екен. Ал бақан бұл киіз үй тіккенде шаңырақ көтеруге, үзіктер мен түндікті көтеріп жабуға пайдаланылатын ұзындау келген ағаш екен. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Олар сөйлемнің қай мүшесіне қатысты дейді. Қарамен жазылған сөздер тігіледі, байланады, орнатылады, тартылады, көтеріледі және байланады сөздер екен. Ал енді осы сөздерге сұрақ қояйық. Бұлардың барлығына не істейді деген сұрақ қойылады. Не істейді? Тігіледі. Не істейді? Байланады, орнатылады, тартылады, көтеріледі және байланады. Яғни бұл сөздің барлығы бастауыштың іс әрекетін білдіріп тұр. Бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш деп атайды. Баяндауышқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Дана оқыды. Дана не істеді? Оқыды. Найзағай жарқылдады. Найзағай қайтты? Жарқылдады. Асан оқып отыр. Асан не істеді? Асан оқып отыр. Бұл сөздердің барлығы бастауыштың іс-әрекетін білдіріп тұр. Сондықтан да бұл баяндауыш деп аталады. Баяндауыштың асты түзу екі сызықпен сызылады. Ережені оқып, жаттап алыңдар балалар. 10-шы жаттығу, сөйлемдерді көркем жаз. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Кереге басқұрмен тартылады. Шаңыраққа оқ шаншылады. Баяндауыштарды тауып, астын сыз. Бұл сөздер сөйлемнің қай мүшесіне қатысты екенін жазып көрсет дейді. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Не істейді? Тігіледі. Яғни бұл баяндауыш іс-қимылды білдіріп тұр. Астын екі сызықпен сызамыз. Не тігіледі? Киіз үй тігіледі. Бұл бастауыш. Бастауыштың астын бір сызықпен сызамыз. Бұл сөздер сөйлемнің қай мүшесіне қатысты екенін сызып көрсет дейді. Баяндаушымыз біздің бастауышқа қатысты. Осылай сызып көрсетеміз. Ал енді келесі: кереге басқұрмен тартылады. Не істейді? Тартылады. Не тартылады? Кереге. Баяндауыш бастауышқа қатысты болып тұр. Шаңыраққа оқ шаншылады. Оқ не істейді? Шаншылады. Баяндауыш екі сызықпен сызамыз. Не шаншылады? Оқ шаншылады. Бұл жерде бастаушымыз оқ сөзі. Шаншылады баяндауыш. Демек, баяндаушты бастауышқа қатыстырып осылай сызып қоямыз. 11-ші жаттығу, берілген сөздерге қатысты қимылды білдіретін сөздерді тауып жазыңдар дейді. Оқушы не істейді? Оқушы сөйледі. Оқушы жазды. Оқушы оқыды. Оқушы отырды. Оқушы жүрді. Оқушы тұрды. Осылай қатыстырып жаза берсек болады. Қимылды білдіретін сөздер жазуымыз керек. Екінші су сөзіне. Су қайнады, су төгілді, су ақты, су буланды деп. Бұл сөздер сөйлемде қандай мүше болып тұр дейді. Бұл сөздер не істеді деген сұраққа жауап беріп, бастауыштың іс әрекетін білдіріп, баяндауыш болып тұр.
12-ші жаттығу құрамында Б және Л дыбыстары бар сөздер құрастырып айт дейді. Алдымен сөздер құрастырып алайық. Бұлан, бол, білім, балық деп құрастырып алсақ, енді осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз дейді. Бастауыштың астын 1, баяндауыштың астын 2 сызықпен сызамыз деп. Үлгі көрсетілген бұлан орманда мекендейді. Не орманда мекендейді? Бұлан бастауыш, бұлан не істейді? Мекендейді. Мекендейді, баяндауыш, 2 сызықпен сызамыз. Бұлбұл орманда мекендейді. Не орманда мекендейді? Бұлбұл бастауыш, бізде 1 сызықпен сызамыз. Бұлбұл не істейді? Мекендейді. Мекендейді, баяндауыш, 2 сызықпен сызамыз. Білім кітаптан басталады. Не кітаптан басталады? Білім не істейді? Басталады. Яғни білім бастауыш 1 сызықпен сызамыз, басталады, баяндауыш 2 сызықпен сызамыз. Балық суда жүзеді. Не суда жүзеді? Балық, бастауыш 1 сызықпен сызамыз. Балық не істейді? Жүзеді. Баяндауыш 2 сызықпен сызамыз. Осылай өздеріңде сөйлем құрап жазып көріңдер. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақта жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.